Ит пен мысық неге араз екендігі жайлы ертегі. Ертеде ит пен мысық өте тату болған екен. Екеуін де адам асырап үйінде ұстапты. Күндердің бір күнінде адамның май сіңген тері дорбаға салып сақтап жүрген алтыны жоғалады. Қанша іздесе де табылмады. Алтыннан айырылған қожайын уайымнан күн сайын жүдей бастайды. Тапқан таянғаны ішіп жеуге жетпейді. Мұны көрген ит пен мысық қатты қынжылып, қожасының жоғалған алтынын іздеуге кіріседі. Екеуі ой қырды аралап бармаған тауы, баспаған жері қалмады. Ақыры титықтап үйлеріне қайтады. Ит пен мысық ұнжырғалары түсіп, үнсіз келе жатқанда, кенет қожасының май сіңген дорбасының иісі мұрындарын жарып жібере жаздайды. Ит айнала жүгіріп, тіміскілеп, ақыры бір тышқанның інін тырмалап қаза бастайды. Ит көп азаптанып, ақыры тышқан тығып қойған алтынды тауып алады. «Мынаны көрдің бе?» деп алтынды мысықтың алдына лақтырады. Мысық сол кезде есіне жақсы танбақ болып, иттен бұрын алтынды ала қашады. Ол үйдің төбесімен қарғи жүгіріп, есіне жетеді. Алтынды қожасының алдына әкеліп тастайды. Мұны көрген қожасы қуанып кетеді. Мысықты бауырына басып аймалайды. Сөйтіп тұрғанда қара терге түсіп, сабалақ болып, арсалаңдап итте жетеді. Келген бойда қожасының аяғына оралып, қыңсылай еркелейді. Ештеңені түсінбеген қожасы итіне жекіп, оны қуып жібереді. Жәбір көрген ит ызаланып, мысыққа тап береді. Мұны көрген қожасы арашалап екеуін зорға айырып алады да мысықты үйіне алып кетеді. Сол күннен бастап итті үйіне жолатпайды. Міне содан бері ит пен мысық бір-бірімен араз болып қалыпты. Мысықтың тышқанға өштесуі де сол күннен басталды. Соңы. Ертегі ұнаса, түсінгендеріңізді үлкендерге айтып көріңіздер. Міндетті түрде тіркеліп, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Лайк басуды да ұмытпаңыздар. Рахмет.